Сіздер тырнақтағы тік сызылған ойықтардың себебін білесіздер ме? Кейбір адамдардың тырнақтарында тырнақтың ішінен соңына дейін жалғасқан сызықтар пайда болғанын көреміз. Бұл сызықтар әркімде бола бермейді. Бұл созылу белгілері ағзадағы жасырын денсаулық проблемаларын көрсетеді. Тырнақтар арқылы ағзада не болып жатқанын білуге мүмкіндік бар. Егер осындай созылмалы белгілер байқалса, елемей қалдыруға болмайды. Бүгінгі бейнеде тырнақтағы ұзын сызықтар өлімнің себебі болатын ең көп тараған 6 жағдайды айтатын боламын. Бұл әрбір себеп тек тырнақтарыңызға ғана емес, жалпы денсаулыққа да қалай әсер ететінін қарастырамыз. Және ең бастысы, мен осы мәселелерді шешу немесе жақсарту үшін табиғи және тиімді шешімдермен бөлісемін. Осылай сіз күшті тырнақтарға ие боласыз және күнделікті өміріңізді жақсы сезінесіз. Бұл тақырыпты әрі қарай зерттегіңіз келсе, бейненің соңында практикалық кеңестер мен кейбір қосымша білімдер аласыз. Бірінші себеп – тырнақтарды тістеу. Көпшілігіміздің өміріміздің бір кезеңінде бар бір әдеттен бастайық. Тырнақ тістеу. Тырнақ тістеу бала кезде үйренген зиянсыз әдет болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл сіздің тырнақтарыңыздың денсаулығына зиян тигізеді. Бірінші, тырнақ төсегінің физикалық зақымдануы. Тырнақты тістегенде сіз тырнақты қысқартып қана жатқан жоқсыз. Сіз сонымен қатар оның айналасындағы теріні және тырнақтың өсуін бақылайтын тері астындағы бөлік тырнақ пластинасын зақымдайсыз. Бұл жарақат тырнақтардың гормоналды өсуіне айтарлықтай кедергі келтіреді. Бұл кезде тырнақтағы сызықтарды терең болуын байқауға болады және қатты ауырсынады. Екінші, қанмен қамтамасыз етілу төмендеу. Үнемі тырнақ тістеу саусақ ұшында қан айналымын нашарлатуы мүмкін. Аз қан ағымы тырнақ матрицасына қоректік заттардың аз баратынын білдіреді. Және бұл қалыпты кератин, тырнақ протеин өндірісін бәсеңдету немесе бұзуы мүмкін. Нәтижесінде тырнақ жұқарады, сынғыш болады, сызықтар пайда болады. Үшінші, инфекция қаупі. Үнемі тырнақ тістегеннен саусақ ұшының айналасында тіркенетін ісік немесе қызару пайда болады. Көбінесе бұл зақымдалған тері арқылы бактериялар немесе саңырау құлақтардың енуінен туындайды. Бұл терінің қайтадан өзі жазылып өсуін болдырмайды, табиғи өсуін болдырмайды деген сөз. Және инфекция қаупін арттырады. Бұл әдетті жою үшін мынадай табиғи шешімдерді қарастыру керек. Тырнақтарды ұзын емес қысқа ұстау керек. Тырнақты тістегіңіз келген кезде ащы дәмі бар тырнақ лактарды тырнаққа жағып қойыңыз. Бұл лактардың дәмі ашты жаман болады. Сондықтан тырнақты тістеуге кедергі болады. Стрессті жеңілдететін құралдарды қолданыңыз. Тырнақ тістеу көбінесе стресс немесе алаңдаушылыққа байланысты. Стресс шарларын стрессті жеңілдететін текшелер немесе тіпті жаттығуды пайдалануға болады. Тырнақты тістегіңіз келген сайын қысқа демалыңыз. Треккерлеріңізді анықтаңыз. Треккерлер дегеніміз қоздырғыш. Зерігу, мазасыздық немесе басқа нәрсе неліктен тырнағыңызды тістегіңізді түсіну. Осылай түсіну бұл әдетті пайдалырақ нәрсеге ауыстырудың алғашқы қадамы. Сіз стрессті немесе треккерлерді басқара бастағаннан кейін зақымдануларды қалпына келтіре аласыз және тырнақтарыңыздың күшеюіне мүмкіндік бере аласыз. Екінші себеп созылмалы стресс және жоғары кортизол деңгейі. Әрі қарай тырнақ денсаулығына байланысты күнделікті өмірде көп кездесетін нәрселер туралы сөйлесейік. Созылмалы стресс. Стресс өмірдің бір бөлігі болса да, ол тым ұзаққа созылса, кортизол деңгейінің жоғарылауын әкеледі. Бұл денеге әртүрлі жолдармен зиян келтіруі мүмкін. Бірінші, кортизол тырнақтарға қалай әсер етеді? Кортизол бізге қысқа мерзімде көмектеседі, мысалы қауіпті жағдайға қарсы әрекет ету қажет болғанда. Егер ол ағзада жоғары болып қалып қойса, көп уақыт тырнақтың мықты болуына көмектесетін биотин, B12 дәрумені секілді қоректік заттарды ағзадан ұрлай бастайды. Биотиннің жетіспеушілігі тырнақтардың тез сынатын, қырлы сынғыш болуына әкеледі. 2. Қоректік заттар мен оттегінің азаюы. Созылмалы стресс жиі қан айналымының нашарлауымен бірге жүреді. Адам үнемі ұрыс немесе шуылдақ ортада болса, қан ағыны тырнақтардан басқа органдарға бұрылып ағуы мүмкін. Оттегі мен қоректік заттар жеткіліксіз болса, тырнақтар ауырады және тік ойық сызықтар айқын бола түседі.
3. Аш корутуу жана стресс. Сиз стресске учураган кезде аш корутууда зыян шегеді. Кортизолдың тым жогору деңгээи ашказан кышкылдыгынын өндүрүшүн азайтып, ишектин шырышты кабыгын закымдайды. Бул дененин тырнактарга кажеттүү витаминдер мен минералдарды сиңирүүнү кыйындатады. Мисалы, темир, кальций немесе B12 дарумени стрессти азайтууга арналган табигый эритмдилер экенин айта кеткен дурус. Зейин жана медитация күнүнө небары 5-10 минут тыныс алуу кортизол деңгейин төмөндөтүүгө көмөктөшөт. Турактуу жаттыгуулар, йога менен жүгүрүү немесе типти жылдам жүрүү стресс гормонун айтарлыктай төмөндөтөт. Адаптогендик шөптөр, ашваганда, радиола немесе раушан сыяктуу кейбир шөптөр кейбир зерттөөлөрдө стресске тийимдүү көмөктөшөт деп айтылган. Уйкуга жакшылап көңүл аударуу керек. Уйкунун шала болуу дене үчүн ауыр стресс болуп табылады. Дурус дем алып, денени калпына келтирүүгө түндө 7-9 саат уйктоо керек. Күндөлүктүү өмүрүңүзгө стрессти жеңилдететін кем дегенде бір жаттығуды енгізуге тырысыңыз. Үшінші себеп – қалқанша безінің нұсқаулары. Қалқанша безінің функциясының бұзылуы, атап айтқанда гипотиреоз, қалқанша безінің белсенділігінің төмендеуі. Қалқанша без сіздің салмағыңыз бен қуат деңгейіңіз және әрине тырнақтарыңыздың күйіне дейін барлығына әсер ететін зат алмасудың реттеушісі болып табылады. Бірінші, тырнақ өсуінің кешігуі. Гипотиреоз кезінде денедегі барлық қозғалыс баяулайды. Соның ішінде тырнақ өсу қарқыны баяулайды. Баяу өсетін тырнақтар матрицаға байланысты біркелкі емес көрінуі мүмкін. Тырнақ тегіс болып жетілу үшін жеткілікті жылдам өспейді, жаңа жасушаларды шығармайды. Екінші, қоректік заттарды пайдаланудың бұзылуы. Қалқанша без дұрыс жұмыс істемесе, ол дененің темір және B12 дәрумені сияқты минералды сіңіру және пайдалану тәсілін өзгертуі мүмкін. Бұл анемияға ұқсас белгілермен байланысты болуы мүмкін. Бұл тік сызық белгілерін одан әрі күшейтуі мүмкін. 3. Төмен қозғалыс. Қалқанша безінің функциясы төмен адамдар жиі қолдары мен аяқтарының суықтығына шағымданады. Ол қан айналымының төмендеуіне байланысты, қан айналымын нашарлағанда оттегімен және қажетті қоректік заттармен жеткілікті қамтамасыз етілмейтінін білдіреді. Назар аудару керек белгілер: түсініксіз шаршау, салмақтың артуы, тері құрғау және шаш жұқару, суыққа сезімталдықтың жоғарылауы, көңіл күйдің өзгеруі немесе психикалық айқындық. Табиғи және медициналық шешімдер. Қалқанша безінің проблемалары бар деп ойласаңыз, дәрігеріңізден қалқанша безінің толық сынамасын жасауды сұраңыз. Йодқа бай диеталық тағамдарды тұтыну керек. Теңіз өнімдері, теңіз балдырлары, селен, Бразилия жаңғақтары мен мырыш асқабақ тұқымдары қалқанша безінің денсаулығын қолдайды. Кейбір жағдайларда дәрі-дәрмектер мен қоспалар левотироксинмен немесе табиғи қалқанша безінің гормонымен медициналық араласу қажет. Кез келген жаңа емдеуді бастағанда дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Қалқанша безіне күтім жасау сіздің тырнақ денсаулығыңыз бен жалпы әл ауқатыңызды айтарлықтай жақсартады. 4-ші себеп – ас қорыту проблемалары. Бізге әр кезде кезігіп тұратын бір мәселе ас қорыту проблемалары. Егер сіз қышқылдық рефлекстің көбеюінен, асқазанның бұзылуынан зардап шегетін болсаңыз, бұл маңызды қоректік заттарды сіңіру қабілетіңізді айтарлықтай шектейді. Бірінші, қоректік заттардың жетіспеушілігі. Темір, B12 дәрумені, фолий қышқылы және кальций сияқты витаминдер мен минералдар сау тырнақты болу үшін өте маңызды. Тіркенген ішек синдрому, целиак ауруы немесе төмен асқазан қышқылы сияқты жағдайларға байланысты ішек дұрыс жұмыс істемесе, сіздің тырнақтарыңыз қажетті сау құрылыс блоктарын алмайды. 2. Асқазанның төмен қышқылдығы. Асқазанның төмен қышқылдығы жоғары қышқылдыққа қарағанда жиі кездеседі. Бұл өте маңызды, өйткені асқазан қышқылы тағамды ыдыратуға, оның құрамындағы қоректік заттарды шығаруға көмектеседі. Егер ақуыздар дұрыс бөлінбесе, сау тырнақтар үшін қажетті кератинді құралмайсыз. 3. Ішектің қабынуы. Ішектің созылмалы қабынуы оның шырышты қабығының зақымдалуына әкелуі мүмкін. Бұл мембрана зақымдалған кезде дене қоректік заттарды тиімді сіңіре алмайды. Уақыт өте келе бұл
коректик жетишпеушілік тырнактарда тік сызыктар, сыңгычтык немесе түссүздөнүү түрүндө көрүнөдү. Аш корутууду жакшыртуу үчүн табигый чечимдер: алма сирке суу, яблочный уксус. Тамактануу алдында 1 чай касык немесе 1 ас касык суюлтулган алма сирке суун ичүү асказанын кышкылдык деңгейин арттырууга жана аш корутууду жакшыртууга көмөктөшөдү. Пробиотиктер мен ашытылган тагамдар, йогурт, айран, ашытылган кыркабат жана кимчи ишек микрофлорасын теңештирүүгө көмөктөшөдү. Коректик заттардын жакшы сіңүүнө ыкпал этет. Аш корутуу ферменттери, бетаин, аш хлор коспалары, пепсин немесе өт туздары туракты аш корутуу проблемалары бар адамдар үчүн революциялык курал болуу мүмкүн. Кабынууга каршы диета. Жогору өңдөлгөн тагамдарды, кантты жана тазартылган дәндерди азайтуу немесе алып тастоо кабынган ишекти тынчтандырууга көмөктөшөдү. Эгер ошо өзгөрүштөргө карамастан ишекте проблемалар сакталса, кечиктирмей дарыгер менен кеңесиңиз. Ишектин ден соолугун калпына келтирүү көп пайдалы. Сиздин күч-кубатыңыз, көңүл күйүңүз, териңиз барлыгы жакшыра түсөдү. Жана эгер сиздин ишектериңиз сау болса, арине тырнак ден соолугуңуз жакшырады. 5-чи себеп: өсүмдүктөргө негизделген диеталар мен проблемалар. 5-чи себеп кээ бирөөлөрүңүздү таң калтырууу мүмкүн. Өсүмдүк негизиндеги диетанын кыйындыгы. Өсүмдүк негизиндеги диеталар керемет пайдалы антиоксиданттарга жана ар түрлүү коректик заттарга бай болуу мүмкүн экендиги тууралуу көптөгөн далилдер бар. Бирок абайламасаңыз, титиркендиргич тик созулуу белгилерине әкелүү мүмкүн кээ бир кери әсерлери де бар. Кем немесе ким эмес темирлер. Өсүмдүк негизиндеги диетада сиз алатын темирдин көп бөлүгү кемдик эмес темир болуп табылады. Ол жаныбарлардан алынатын кем темирине караганда денеге кыйыныраак сиңирилет. Денедеги темирдин төмөн деңгээи анемияга окшош белгилерге жана тырнактардын жыйырылууна тез әкелүү мүмкүн. 2. B12 даруменин тапшылыгы. B12 дарумени тек жаныбарлардан алынатын өнүмдөрдө кездешет. B12 дарумени коспаларын кабылдамайтын көптөгөн вегетарианчылар мен вегетариандыктар убакыт өтө кызыл кан жасуучаларынын өндүрүшүнө әсер этетін жана тырнак аномалиясынын туудуратын тапшылыкты дамытады. 3. Фитаттар жана башка сіңүү блокаторлары. Дәндер, буршак такылдары жана тукумдар сыяктуу кээ бир өсүмдүк тагамдарында минералды сиңирүүгө кедерги келтирүү мүмкүн фитаттар бар. Өсүмдүк көздөрүнөн темир мен мырыш тутунсаңызда, сиз бул заттын денеңизге кажет мөлчөрүн ала алмайсыз. Өсүмдүктөргө негизделген диетаны устанатындар үчүн практикалык кеңес. Темирди С дарумени менен бириктириңиз. Темирге бай өсүмдүк тагамдарын, мисалы жасымак, шпинат немесе нығайтылған дәнді дақылдар. Сондай-ақ С витаминінің көздөрүн, мисалы цитрустан жемистер, бурыш секилди. B12 дәрумени коспасын немесе курамында темир, мырыш жана B12 дәруменин камтыйтын кешен кошууду караштырыңыз. B12 дәрумени менен нығайтылған тағамдыкка да тамаша кошумча боло алады. Ылгалдау жана өнүү. Дәндерди, буршактарды жана тукумдарды суулау немесе өсүрүү минералдардын биожетимдилигин арттыра отуруп, заттарды ыдыратуу мүмкүн. Каныңызды жүйөлүү түрдө текшерип туруңуз. Өзүңүздү шаршаганча күтпеңиз. Темир деңгейин текшерүү үчүн туракты кан анализин өткүзүңүз. B12 дәрумени жана башка коректик заттар тырнактарга жетишпөөгүн байкасаңыз, жакшы жоспарланган өсүмдүк негизиндеги диета керемет пайдалуу болуу мүмкүн. Бирок диета жетишпөөгү мүмкүн. Кез келген олкулуктарды толтурууду унутпаңыз. 6-чы себеп анемия. Темир мен B12 дәруменинин жетишпеушілігі. Біз қарастырған кейбір мәселелерге қатысты анемия көбінесе темір мен B12 дәруменінің тапшылығына байланысты. Бірінші, оттегінің тасымалдануы. Темір гемоглобиннің түзілуіне қатысады. Ақуыз қызыл қан жасушаларында оттегін тасымалдайды. B12 дәрумені де осы
жасуушалардын калыптасуу менен жумуш істеуі үчүн кажет. Олардын бирөөү әлсиз болгон кезде дене тырнак матрицасына жеткиликтүү мөлчөрдө оттеги жетпейди. Бул тырнактардын сыңгыш жана жарылгыч болууна әкелет. 2. Шаршау жана касык тәризди тырнактар. Анемия турактуу шаршауду, бас айналууду немесе энтигүүдү туудуруу мүмкүн. Ауыр жагдайларда тырнактар типти кыйсык пишимге ээ болуу мүмкүн. Мындай жагдайда тырнактагы тик сызыктар типти тереңдей түшөдү. Анемияны калай эмдөөгө болот? Диета. Темирге бай тагамдарды, кызыл эт, кус эти, буршак, шпинат секилди темирге бай тагамдарды таңдап, оларды С дарумени менен бириктириңиз. Тагамдык коспалар. Темир коспалары жана B12 дарумени инъекциялары немесе эритроциттер санын калпына келтирүүгө арналган таблеткалар көмөктөшүүгү мүмкүн. Бирок ар качан алдымен дарыгериңиз менен кеңешиңиз. Өмүр салты. Дем алууга жана ден соолукту калпына келтирүүгө убакыт бөлүңүз. Созулмалуу шаршоо стрессти улгайтуу мүмкүн. Бул өз кезегинде тырнак ден соолугуна кері әсер этүү мүмкүн. Анемияны эмдеп түзөтүү сиздин энергия деңгейиңизди жана жалпы ден соолукту жакшыртууду айтпаганда тырнактарыңыз үчүн кереметтерди жасайды. Эгер сиз анемиядан зардап чегемин деп күдүктенсеңиз, кечиктирмей карапайым кан анализи менен өзүңүздү текшериңиз. Осу менен бүгүнкү видеомуз аякталды. Арнага тиркелип, видео унаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Досторуңуз менен бөлүшүңүздөр. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.